Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін 6 ноябрь. Объектіміз бастайын деп жатырмыз. 2 этаж коттедж. Полный террасаларымен бірге. Міне материалдарымыз жайлап балалар түсіріп жатыр. Бір рейсіміз, қазір екінші рейс жасаймыз. Міне мына үйді полный жасап береміз. Астындағы террасаларымен. Так. Мына бірде 20, бірде 25 шыққан екен бал кісі үйден. Өте керемет екен. Осыны құда қаласа полный істеп береміз. Террасалары бар екен. Мына аяқтарын бәрін. Әр криша жабылмаған. Екінші этажды істеп болғаннан кейін криша жабылады. Одан кейін ары қарай жұмысымызды жалғастыра береміз. Бұның дизайнына келетін болсақ, антрацит пен мебельный цвет болады. Құда қаласа. Одан кейін мына террасалардың астары, рейчный болады. Өнерде рейчный болады. Ерекше дизайн. Құда қаласа бітіргеннен кейін толық видеосын салам. Назарларыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Міне келесі объектіміз. 2 этаж коттедж екен. Бұны тапсырыс бергені сырттары фронтоны мебельный болды. Рейчный потолок болды. Полный балалар суағарымен бірге неғып берді. Жасап берді. Арғы іштерін көрсетіп жіберейін. Міне Аллахтың қалауымен бұл объектімізді бітіріп алдық. Регілдердің бәрі полный қапталды. Міне Атабек деген бала. Осы баланың қолынан шықты. Алла разы болсын. Міне іштерін түсіріп жіберейін. Регілдердің бәрін, жандардың бәрі қапталды. Кіреберіс жері. Полный рейчный потолок болды. Бұл жердің бәрі ерекше дизайн. Мына ортасындағы регілдерді полный қапталды. Серый матовыймен. Мына аяқтарын сырттарын көрсетейін. Мына аяғы кухнядан шығатыны террасасы. Өсіп істетсеңіздер де болады. Биылға заказдар кішкене тоқтаттық. Балалар демалысқа кетуіне байланысты. Алла қаласа ақпан айынан бастап қайттан жұмысымызды бастаймыз. Мына үйдің сырты түгел бітті. Нерде байқасаңыздар, балконында плита шығып тұрған етін полный обшивать етіп кеттік. Мына аяқтарынан екінші этажында полный бәрі рейчный болды.